қадірменді оқырман қауым. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп, бірақ сөйлеммен қазақтың болмысын ашып берген ақын Қадыр Мырзалидің туғанына биыл 90 жыл. Осы мерейтойға арналған бүгінгі елі сүйген Қадыр ақын атты әдеби сазды кешіне қош келдіңіздер. Қадыр Мырзалы біздің дәуіріміздегі әлемдік аренаға шыққан қазақ поэзиясының көкжиегін кеңейтіп, мазмұнын сапаландыруға, көркемдік деңгейін биіктетіп, мәртебесін көтеруге айрықша еңбек сіңірген, қазақтың қадірі деп танылып, халқы ардақтаған бірегей тұлға. Бүкіл жерде осы әдеби кештер, сағатты кештер өтіп жатқан жайы бар. Тойлауым керек болса, ол мақсаты халыққа насихаттау мақсатында. Әндерді аудармашы ақын, әр тілге аударған сондай ақын. Екінші өздеріңіз білесіздер, қазақтың әнұранының авторы, ең бірінші әнұранның авторы болған. Өмірі мен шығармашылығынан хабарсыз пенде жоқ шығар. Қадыр Ғинаятұлы Мырза-Әли күні 1935 жылы Жомпиты, яғни Орал облысында дүниеге келген. Байұлы тайпасының Байбақты руынан шыққан. 1958 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған. Еңбек жолын сол кезде жаңадан ашылған балалар журналы Балдырғаннан бастаған. Өкілдерінің саны 200-ден асты. Олардың көбі халыққа кең тарады. Күндері атты жеке кітап болып басылып шықты. Талантты ақын қаламынан халық фольклорының атақты күлдіргі кейіпкері Алдаркөсе жайлы Сақал саудасы, Қасқыр қақпан атты өткір сатиралы комедия мен Махамбеттің ең соңғы азапты күндеріне арналған Жаралы жолбарыс атты және Әмір Темір кесек драмалық шығармалар да жарық көрді. Сабан, ең алдымен өзіңе сөз беріліп, ең алдымен артылады бас саған. Сері жұртты тебірентер сыр сезімді ұран қылар жыр-сөзің. Сый құрметсіз айтылмайды есімің, суретсіз ғой басылмайды бір сөзің. Қайсар жастың тас жағатын талабы, қарай-қарай саған көзі талады. Сәуеге ел сен отырған орынға, сәбилерін бір аунатып алады. Не жетеді болса өзі төзім білеу, ол дегенде менің де сөзім білеу. Не жетеді болса егер ыңқ етпейтін, іріп сойып жатқанда өзін біреу. Не жетеді құрдастың есімінде, сен дегенде жабылмас есігінде. Сәл тұтықпа яки кекеш болса, қызық деген бауырым осы міне. Еңірек өткен ерлер-ай, иерім шырғалаң, алмас жерде қалмас. Келесі ақынның тағы да өлеңнен басталаң. Жанарынан көрдім алғаш аспанды, еркелетсем бір өзімді еркелеп, жастандым ба, тек өзіме жастандым. Үйіңкі мен қайынды, жеркесінен басадым, қарашы жер қамшылауып, қыранды әні қауышын бір аң қапты қалжылдап, баса алмай тұр ашуы. Бестек алсаң сен, онда одан басқа арман жоқ. Ал оқымай бассаң сен, бір тал шашы ағарған. Жақсы болсаң қартаймас деп айталам. Жаңа оқу жылында жастарға қайтарым. Біраз жер бар мектепке, біздің одан үй алыс. Аптығыппын мен текке, жетіп келсем демалыс. Жерұйық кітап үшін Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығы, әлемдік поэзияға қосқан аса зор еңбек үшін Монғолияның халықаралық авиа сыйлығы, Қазақстанның халық жазушысы, тәуелсіз Тарлан сыйлығы, достық ордені, парасат орденінің иегері. Ömürsün bir
белгілі ақын Қадыр Мырзалиннің өмірінің соңғы жылдары 2 рет инфаркт алып, 2011 жылы 23-нен 24 қаңтарға қараған түні жүрегі тоқтап өмірден озады. Өз ғұмырында қыранша биікке жырлап, қыранша өмірден озған ұлы ақын. Ендеше сондай ұлы ақынды ұлықтап, оның өшпес мұрасына құрметпен қарай білейік. Қазақ поэзиясының пырағы атты кітап көрмесімен таныс болыңыздар.